Манты дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм суға, 1 ас қасық тұз, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Осы массаға енді ұнды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салфан пакетке салып, 20 минутқа демалуға қойып қоямыз. Енді мантыға начинка дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, ұсақтап туралған пияз, капуста және картоп, татымына қарай тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Біздің начинкамыз осындай болып шықты. Міне демалған қамырымыз осындай болып шығады. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз. Біркелкі жұқа етіп жайып болғаннан кейін мантыға ыңғайлы етіп кесіп мантыны бүкеміз. Міне біздің дайын болған мантымыз. Енді осы мантыны 40-45 минутта буға пісіріп аламыз. Міне бізде беті құрғамаған осындай сочный әдемі манты дайын болды. Бетіне подливка құйып дастарханға ұсынамыз. Ас болып